шығарма сияқты болды, күшті болды. Осы квартеттің сүйемелдеуімен Секен Тұрсыбектің күйі «Ару ана». Алда енді аналарымыздың, қыздарымыздың мерекесі келе жатыр. Соған арнап ойнап берейін сол күйді. Бірақ «Ару ана» мына Шыңғыс Айтматовтың желісі бойынша шыққан күй. Бұл күй енді кішкене ауыр, қайғылы жағдайда шыққан күй. Бір ана өзінің бала шағасы үшін бір үлкен қиындыққа тап болып, үлкен бір қиын жолдардан өтетін болады. Бірақ өзінің аналық махаббатын сондай ерлікпен көрсетілген кісі болады. Сол кісіге арналған күй. Енді жалпы аналарымыз өте бәрі қазақтың қыздары болсын, болашақ аналары болсын, өз балдары үшін, өз елі үшін аянбай еңбек етеді. Мысалы, ана бір қолымен әлемді тербетеді, бір қолымен бесік тербетеді дейді ғой. Барлық аналарға, қыз келіншектерге арналады «Ару ана». Қарсы алыңыздар.
мына қазір әлемде мына бұрынғы ғасырдан бері мына гитарада орындау әдісі бар, фингер стайл деп аталады. Стайл деген енді ойнау әдісі бөлек қой, енді стиль дейді ғой. Фингер стайл дегеніміз мысалға бір аспапта үш түрлі партияны дейді, үш түрлі кетіп жатқан партияны бір аспаппен орындау деген мағынада. Яғни мысалға бір симфониялық шығарманы бір гитарамен, мысалға ол барлығын бір гитарамен жеткізеді да халыққа. Енді біздің қолымыздағы екі шек қой, енді гитара алты шек болғанмен бұл екі шек бұл қайда барады демекші, бірақ жоқ, домбырамен де фингер стайлды ойнауға болады екенін дәлелдеуге болады. енді бір дәлелдеу емес, бір өзімнің бір орындау бір ерекшелік көрсетейін деген ниетпен, мына бәріңізге белгілі Нұрғиса Тілендиевтің Махамбет деген шығарманы білесіздер. Ол Махамбет шығармасы оркестрге арналып шығарған күй поэма дейді. Оны целый оркестр ойнайды, ал мен бір домбырамен соны жеткізіп көрейін сіздер үшін. Махамбет Исатайұлына арналған шығарма Махамбет.
бүкіл оркестрдің бір домбыра сыйдыра алмайсың, барынша енді көрсеткенім енді. Келесі қонағым Еркін Құдайбергенов деген жігітті ортаға шақырғым келіп жатыр. Бәріңізге белгілі Ерболат Құдайбергенов білесіздер ғой. Біздің жігіттер, мен қазақпынның авторы, әнші, сол кісінің інісі Еркін Құдайбергенов. Қазіргі таңда бұл енді домбыраны қолына сереткен жігіт. Кез келген жерде домбыраны күйді ойнап қоймай, домбыраға рэпті қосып ойнайды, домбыраға бигбокс қосып ойнайды, домбырамен билейді ол жігіт. Өте ерекше өнер иесі, соны ортаға шақырғым келіп жатыр. Сіздердің шапалақтарыңызбен. Еркін Құдайбергенов. Еркін сіздерге өзінің төл шығармасы «Көк ойнақ» деген күйін паш етпекші. Қарсылай екен бәрі. Сізге қандай көмек керек мына жерге? Ассалаумағалейкум, армысыздар? Қайырлы кеш. Мәке, бүгінгі кешіңіз құтты болсын, сахна жеңіл болсын. Енді орындайтын күйімнің бір кішігірім тарихын айта кетейін. Райымбектің «Көк ойнағы». Бұл күйді 2017 жылы шыққан. Райымбек бабамыздың ерлігіне және де өзінің тұлпарының құрметіне арналады. Райымбек бабамыз 2 ай шамасында жалғыз өзі 14 жоңғардың батырының басын алған екен. Сол тарих, сол оқиға бізге бір леп беріп, Райымбек бабамыздың құрметіне және де мына жылқыға арналған күйлердің бірі болсын деп, Жетісу өңірінің бір кішігірім төкпе күйі болсын деген ниетпен шығарып отырмыз. Райымбектің «Көк ойнағы». Құдайберген Еркін, қабыл етіңіздер.
Отан бойнаған қанын бестен сайлаған Құйрығын тастан таймаған тойына осы қазанады Шабыты желеді, қиялы жүзінде жібереді тез-тез миына да келеді Әдеті ойнап, келеді ойнап Әдеті ойнап, келеді Көк ойнақ, көк ойнақ, көк ойнақ Настроение көтереді ғой ертең келді. Айттым бұл шашады. Бұл аш бер жағы. Бәрін билетіп тойда. Рахмет. Енді келесі өнерпаз мына домбырамен жетігеннің үндестігін көрсеткім келіп тұр сіздерге. Жетігенші Гаухар Смағұлова қарсы алыңыздар. Бұл бес аспап. Сыбызғылықта ойнайды, састырмайтта ойнайды. Сыбызғыда ойнайды, састырнай ойнайды, шаңқобыз ойнайды. В общем, қолына не түседі, соның бәрін ойнай берді. Қаршы Ахмедияровтың күйі күткенде. Бұл күйдің енді кішігірім тарихын айтып жіберейін. Бұл Қаршы Ахмедияров біздің үлкен ұстазымыз, барлық домбырашылардың ұстазы десек те болады. Ол кісі бүйрек ауруымен көп ауырған болған. Көбінесе 2-3 рет Қытайға барып операция жасатқан ол кісі. Сол бірде операция кезінде өзінің палатасында бір қырғыз жігіт болады. Тоже өзі бүйрекпен ауыратын. Сөйтіп жаңағы қырғыз жігітке күнде жаңағы келіншегі звондайды екен. Екеуінің енді махаббаты ерекше болған ғой. Соны мен сені күтемін, тез еліме кел, үйге кел, сенсіз жаңағыдай өмір сүре алмаймын деген сияқты сондай әйелі звондаған, сондай махаббатына риза болып күткенде деген күй шығарады. Сол күйді сіздерге қазір ойнап береміз. Гаухар екеуміз.
бір концертімде мен бір блог өзімнің ортасына бір блог қойып жатырмын. Бұл енді бұл жаңалық шығар или болмаса мен үшін жаңалық деп ойлаймын. Бір блог дәл осындай сахналарда, тағы да бір кішігірім сахналарда стендап деген нәрсені білесіздер ғой енді. Стендап айтқанда монолог дейді ғой, жеке біреу өз монологын оқиды, әзіл айтады деген сияқты. Менде домбыра стендап деген бір блогым болады бүгіннен бастап. Сол блогты сіздерге паш еткім келіп тұр. Былай айтқанда бұл арманнан, алдағы қойған мақсаттан, арманнан туған нәрсе деп ойлаймын. Мен жаңа концерттің басында айтып кеттім, домбыра аспабы бүкіл әлем ойнайтын аспапқа жететін аспап. Соған біз жұмыс жасауымыз керек. Бірақ жұмыс жасап жатырмыз. Осы жерде отырған кісілер бар. Менімен бірге концертте сахнада өнер көрсетіп жатқан кісілердің бәрі осы домбыраның әйтеуір таралып, біздің жастарға болсын, шетел болсын, бүкіл әлемге таралуына жұмыс істеп жүрген адамдар. Сол арман, мындай бір армандаймын өзім енді. Сіздер де соны армандаңыздар. Дәл қазір армандайық. 2030 жыл деп ойлайық. Енді 2030 бізге миымызға сіңіп қалды ғой, 2030 жылға Қазақстан керемет болады деп. Соған жетейік, Алла қаласа. 2030 жылы Қазақстан дамыған мемлекет, бүкіл туристер келеді бұл жерге. Ал біздің елді бүкіл әлем біледі. Онымен қоса қазақтықпен қоса қазақтың домбырасында бүкіл әлем ойнайды екен 2030 жылы. Аумин. Сол кезде біздің Тәттімбет деген бабамыз болған, арқа күйшілік өнерінің несі, атасы. Сол кісінің Саржалау деген күйі бар. Сол күйді ойнайды екен бүкіл әлем. Сол күй хит қой енді былай айтқанда сол кезде. Мысалға қазақ жігіт қыз болсын Саржалауды өз елінде былай ойнап отыр екен. Дәл сол кезде басқа әлемнің басқа бір бұрышында Сахарада, Арабтың жерінде бір араб түйесімен келе жатып, түйесін шөктіріп қойып, домбыраны алып, өзі көлеңкелеп, біздің Саржалауды өзінше былай ойнап отыр екен, араб жігіт. Дәл сол кезде әлемнің басқа бұрышында, Америкада, ақшта латын американец па, или бір мексиканец па, ирландец па, өзбек па, американец па енді. Өзінше домбыраны Саржалауды былай отыр екен ойнап. Қытай отыр дейді енді. Сол Қытай енді бәрі жек көреді Қытайды енді. Жақсы қалып қой. Өзінше Саржалауды бүйтіп отыр дейді бір.
ол. Бар енді, арманнан туған деп ойлаңыздар, сөкпеңіздер. Рахмет сіздерге. Енді сахнаға бір диджей шақырым кеп тұр, диджей Дамир деген бауырым шақырым кеп тұр. Қазір енді сіздердің алдарыңызда біз импровизация ойнаймыз. Бұл жігітті осы концертке шақырдым, бағана дыбысын келтіріп алдық. Бұл кісіге айттым мен, маған кез келген дыбысты бер, мен саған үстіне ойнаймын дедім да, аяқ астынан ойнаймын деп. Енді барлық немді импровизациялық немді өнерімді көрсетемін деп ойлаймын қазір. Бұл кісі маған арнайы өзінің сеттарын береді, өзінің ритмдарын береді, әртүрлі. Соған мен үстіне домбыра ойнаймын қазір аяқ астынан.
ойнап қойған. Орындаушы қыздар алдарыңызда шығатын болады. Ая және Бота, біреуі домбырашы, біреуі виолончель, электровиолончельде ойнайды. Қазіргі таңда бұл кісілер кавер дейді ғой, кавер ойнап, тағы да өздерінің шығармаларын ойнап, жаңағы мен айтқандай домбыраны жан-жақты өздерінің стилінде жан-жақты көрсетіп жүрген қыздар, соларды ортаға шақырайын. Ая және Бота. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Кішігірім таныстырып кетсек. Менің есімім Айжан Андаспаева. Домбырада енді біраз жыл оқығандықтан енді жаңа дәуірге, жаңа енді мүмкіндікті көрсеткіміз келеді. Шетелдік деңгейге көрсету үшін біз Бота екеуміз осылай виолончель қосып бірге бір кавер ойнасақ деген ойға келдік. Соған енді Ботаны таныстырып келсем, ол бұл кісі трио Диамант деген бар, Даймонд. Бұл кісі өзі керемет енді үлкен сахналарда жүретін қыз. Сол Бота десе Бота өзі. Енді біздің жаңағы айтып кеткен дүниеміздің аты Eye of the Tiger. Ол енді рок стилінде. Енді домбыраның жалпы виолончель таңдаған себебіміз, виолончель мен домбыраның анау үні, үйлесімдігі ұқсас деп санаймыз да. Сондықтан біз сөйтіп таңдадық домбыра мен виолончельді. Енді бұл қобызға ұқсатады көбінесе мына электровиолончельді. Негізі бұл виолончель. Әдет заманауи. Басқа түрдегі мақсат шықты алдарыңызға. Бағана мен қандай домбыра деп атқан шығарсыздар. Енді Алдаспан деген топ бар, мен сол топтың мүшесімін. 10 жылдан аса біздің елде электродомбыраны қолдарына ұстап, жаңа мысалға бізде ғана электродомбыра бар. Осы домбырамен рок жанрында, этно-рок жанрында күйлерімізді, әндерімізді біраз жерге паш етіп жүрміз. Қазір бүгін концертте енді ол топты шақырамадым, өйткені ол топ үлкен стадионға арналған топ болып есептеледі. Мына жердің бәрін, ана екі қыздың өзі қаншалықты, сол қыздардың бір 10 есесі болуы мүмкін ғой жерде. Үлкен мына залды қиратып кешегіндей жағдай болып қалады деген ойдан қорықтым да, оларды шақырмай өзім ғана бір домбыраны көрсетейін деп сіздер үшін. Арнайы осы стильге байланысты киімді ауыстырып шықтым енді.
көмекке ұрмалы аспапшы Расулды інімін шақырым келіп тұр. Расул микрофонды артына қойсайшы. Бұл домбыраның ерекшелігі енді кәдімгі домбырадан ерекшелігі бұл электрогитараның технологиясымен жасалған арнайы дыбыс қабылдағыштар бар, күшейткіштер бар. Мысал ретінде акустикалық домбырамызды негізінде домбыра мына киіз үйде бір азын-аулақ осындай өзіміз сияқты кішкентай жерге арналған аспап қой. Кейіннен заманға сай оған ішіне тоже жаңағы звукоснимательный салды, одан кейін сыртына микрофон қойды. Сонда да бірақ байқасаңыздар, мысалға Ұлытау тобы концерттерінде мына жаңа шыныр арқылы дыбыс шығарғанымен тағы да микрофон қояды. Соның өзінде де қасындағы гитара бар, ұрмалы аспаптар бар, скрипкасы бар, соның бәрі басып кетіп жататын жағдайы бар. Бұл домбыра ешқандай аспап баса алмайды, өйткені нағыз электродомбыра болып есептеледі. Бұл домбырамен смело 30 мың, 50 мың стадионға шығып концерт берсе болады. Бұл жерде енді кішігірім ғана дыбысын көрсетемін сіздер үшін. Қазір енді Әке арманы деген күй орындап берейін. Асылбек Еңсеповтің күйі Әке арманы. Кішкене дыбысын жайлатып көрсете бастайын. Қазір 3-4 шығарма ойнайын. Нағыз дыбысын көресіздер одан кейін. Алдаспан тобына арнап жазған өзімнің күйім бар еді, түрік күлтегін деп аталады. Соны да ойнап берейін.
Дәл осы домбырамен енді қазір ортаға бірінші квартет шақырып алайын. Дикси деген квартет. Мына домбырадан бөлек оркестрде, біздің народ ұлттық оркестрде домбыра прима деген аспап бар, бас домбыра деген аспап бар, және баян бар. Осы бір 4 аспаптан құралған квартетіміз бар. Жаңадан құрылып жатыр жігіттер, өзімнің әріптестерім өте керемет шығармалар орындайды. Соларды ортаға шақырғым келіп тұр. Дикси квартет, қарсы алыңыздар. Қазір енді бірінші маған сүйемелдеу жүресін. Енді жақын кезде ғана шештік квартетте бірге шығайық деп. Виктор Цойдың әні перемен. Әрқайсымыз өзіміз бір переменді қалаймыз. Ішіміздегі өзіміздің ішкі дүниеміздің переменін қалаймыз. Болмаса басқа нәрсенің переменін қалаймыз. Жалпы переменін қалаймыз. Сондықтан қосылып отырсаңыздар болады, әнді айтып. Мен тек әннің әуенін орындайтын боламын. Бұл кісілер мені сүйемелейтін болады.
Осы квартеттің орындауында орыстың халық әуені Карабейн екен. Киім көп қой менің. Ұнады ма өнерлері жігіттердің? Жақында ғана құрылған квартет бүгін дебют болып отыр енді. Енді өзіміздің домбырамызбен, қара домбырамызбен аяқтағым келіп отыр концертті. Өзімнің әріптестерім, інілерім, достарым шақырғым келіп тұр. Сахнаға Арсен деген жігіт міне. Қазіргі таңдағы ең мықты домбырашылардың бірі. Дастан Кәсіпкеров. Мына жігітті танымдарыңыз мүмкін көрсетесіз. Одан кейін сырым міне өздеріңізге бірінші.
бұл жігіттерге мен әдейі шақырдым да бір күй ойнаймыз дедім. Бірақ қазір дәл осы жерде айтқым келіп тұр, біз қазір күй тартсамыз аяқ астынан. Бәрі-бірімізден быт болып күй тартсамыз, келіспейміз. Қазір осы жерде быт қойып тұр енді. Кім қандай деңгейде ойлайтынын көреміз, иә? Қазір орындықтарды қойып алайық, бәріміз бірдей. Мына отырайық. Алдына шығып. Кеңдеу керек. Bir айтып жүрген ұмытып кеттім. Үстіндегі шапанды Нұргүл деген тігінші бар. Арнайы мен енді арнайы постқа жариялап үлгермедім. Сол кісінің инстаграмын жариялайтын боламын. Және де мына керемет футболкам Sakra KZ деген терсеңіздер инстаграмда шығады. Арнайы тапсырып берсеңіздер болады. Ол өкілдері келіп отыр міне. Орныңызда тұрып қойсаңыз кез келген ойындағы сондай футболкалерді заказ берсеңіздер болады. Арнайы маған осы сыйлық берді осы концертке. Рахмет сізге. Ben basayım bak. Bastım. Kendi. Bu jastlar mıқты қазір. Оларға қиын үйлер тақтыру керек. На микрофон қосыңыз.
Ол жігіттердің жеңілін есептейін енді. Онда Набис адай 12. Hadi ya. Сонда бәріміз концерт аяқтайық. Şap. Сіздерге арналған кәдімгі осындай концерттің осымен тәмам деп есептеймін. Көріп отырмын, кеткілеріңіз кетіп тұрған жоқ. Енді бәріміздің өзінің жұмыстары бар, кеш батып кетті. Әлі алда үлкен концерттер болады. Құдай қаласа, сол концерттерде сіздерді көремін деп ойлаймын. Үлкен рахмет, уақыттарыңыз бөліп, маған қолдау көрсетіп, істеп келіп. Рахмет үлкен. Осымен концерт. Және осы концертке барлық қатысқан әріптестеріме үлкен алғысымды білдіремін. Жігіттерге рахмет. Пакеттерге рахмет, қыздарға рахмет. Алла разы болсын.